Қайырлы кеш, қымбатты оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Тікелей эфирде байсеңіз, мүмкіндіктеріңіз болса, менің эфиріме қосылыңыздар. Бүгін сіздерге бала жылаған кезде оны қалай жұбатуға байланысты бір шағын оқыған дүниемен бөлісе кеткім келеді. Менің ойымша бұл барлығы үшін маңызды деп ойлаймын. Негізі барлық көптеген проблемалар, кризистер не болмаса тағы да басқа біздің өміріміздегі негативті ситуацияларды қаза беретін болсақ, сол балалық шағымызға келіп тіреледі ғой. Регрессия деп аталады. Психологтар, мысалы, психотерапевттер алдына адам келген кезде бірінші сондай регрессия жасайды. Оның дәл қазіргі осы шақтағы проблемасының түп негізін табу үшін балалық шағына, сол өткен шағына оралтып, соның барлығын есіне түсіреді. Сол себептен бүгінгі тақырып бәріміз үшін маңызды деп ойлаймын. Бұл тек қана балаларға ғана емес, және ересектерге де осыны білген маңызды деп ойлаймын. Сіздер жиналғанша алдымен айта кетейін, күнделікті Құдай қаласа осындай сағат 7-8 шамасында тікелей эфирге бұрынғыдай шығып тұрамын. Түнгі уақытта шыққым келмейді, түнгі уақытта өте көп энергия жоғалтасың және шаршайсың. Негізгі білім алуға, ілім алуға түнгі уақыттан гөрі күндізгі уақыт өте қолайлы жалпы. Осыны айта кетейін, сондықтан осындай уақытта менің эфиріме кірулеріңізге болады. Және қазір Инстаграмда тікелей эфир сақталмайтындықтан ол IGTV-де сақталады. Көбісі сұрап жатыр, эфиріңіз неге шықпайды, жоқ деп. Ол енді Инстаграмның функциясына байланысты IGTV-ға сақталады. Ол кәдімгі посттағы сияқты парақшада тұрады, сақталып тұрады. Мен біраз уақыт өткеннен кейін оны өшіремін, сіздер көріп алсын деп сақтап қоям. Сондықтан уақытында көріп алғандарыңыз дұрыс болады. Эфирге кішкене міне 1-2 күн болды, қайтадан күнделікті шығуға тырысып жүрмін. Ең бірінші тақырыпты бастамастан бұрын мен бір хабарландыру айта кеткім келеді. Сағатты қарап қояйық. Бұл дәулетті ғұмыр сабағына байланысты. Құдай қаласа ертең енді айт қой. Айтқа байланысты мүмкін дүйсенбі күні басталатын шығар, бірақ осы 24-ді, 25-і, 26-шы мамыр күндері Домалақ ана платформасында дәулетті ғұмыр деген сабақ болады. Бұл Айнұр Асанбердің сабағы. Осы мен 6-шы рет өтейін деп тұр. Сол себептен осы сабаққа қатысуға шақырамыз. Енді атауы айтып тұрғандай дәулетті ғұмыр сүрудің формулалары қандай, механизмдері қандай. Сонда бір өте үлкен бір іліммен Айнұр Асанберді сіздермен бөліседі. Бұл жерде текке байланысты да дүниелер айтылады, установкалар, өте үлкен установкаларға мән беріледі. Сол установканың ішінде ақша, қаражатқа байланысты да установкалар айтылады. Және қаражатты көбейту жолдары, сақтау жолдары, соның барлығын Айнұрдан өте жақсы информация ала аласыздар. Сондықтан қатысыңыздар. Сабақ тегін емес, сабақ 3 күндік сабақ, бағасы 2000 теңге. Символичный баға, сондықтан жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Мен енді сіздерге шынымен кепілдік беремін, ешқандай да өкінбейсіздер. Сол құйған 2000 теңгелеріңіз өздеріңізге үлкен бір ілім болып, ғылым болып қайтып келеді. Жалпы осы дәулетті ғұмыр деген түсінікті түсінесіздер. Сондай установкаларға мән бересіздер. Дәл қазіргі уақытта жол болмай, сәтсіздіктерге ұрынып жүрсеңіздер, отбасылық қатынаста, өзіңіздің жеке өзіңізбен қатынасыңызда сондай бір көңіл толмаушылықтар болса, осы сабаққа қатысуға шақырам. Сондай өткенде Айнұр маған тікелей эфирге келген кезде ішкі бос сондай құты сияқты салбырап тұратын, салбырап емес, қалай десек, салдырлап тұратын дүние туралы айтты. Адамның өзінің іші қуыс болған кезде, бұл опустошение, іші қуыс болғанда, адам сол қуыстың орнын толтыру үшін материалдық дүниеге қарай кетіп қалады. Ал оның барлығы рухани дүниемен толтырылады. Материалдық дүние қанша алсаң да, армаңдағы зәулім үйге жетсең де,
машина алсаң да, киім алсаң да, бәрібір ол қуысты сен толтыра алмайсың деп жақсылап айтты. Сол внутреннее опустошение, жалпы ішкі сондай бір салдырлап тұратын қуысты қалай толтыруға болады, осы дәулетті ғұмыр сабағында толығырақ айтылады, және медитациялар өте көп болады. Айнұр өзінің көп жылдық ілімдерімен, білімдерімен бөліседі. Көбісі сұрап жатыр, бұл бұрынғы сабақ сияқты қайталана ма деп. Я, ол жерде қайталанатын да дүние бар, сондай-ақ тың соны жаңа дүниелер өте көп, өйткені бәріміз бір орнымызда тұрмаймыз, кеше басқаданбыз, бүгін басқаданбыз, сана деңгейіміз өседі, не болмаса өзгереді, иә. Соған байланысты бұл сабақ өте құндылыққа толы сабақ болады. 2000 теңгені қалай саламыз? 8705-673-4573 нөміріне хабарласасыз, WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Төлем жасауға сізге реквизит жіберіледі. Реквизитті алғаннан кейін, төлем жасағаннан кейін Каспи Голд арқылы сосын сізді жабық парақшаға қосады. Сабақ 3 күн болады. Сол жабық парақшада сабақтың қаншада басталатыны, барлық толыққанды ақпараттар беріледі. Менің бір постымның астына оқырмандарымның бірі мынандай пікір қалдырыпты. Қазір 1 минут. Мынандай пікір қалдырыпты. Софи Лореннің айтқанын өте маған ұнады. Сен керемет үй алғанда, көлік алған кезде өмірім керемет болып кетеді деп ойлама, оның барлығы жалған дүние деп. Соған сәйкес келеді, өздеріңізде оқысаңыздар болады. Сол сөз мені өте ойлантты. Шынымен ақ біз бір саяхатқа шыққанда, бір жаңа дүние алғанда, үйімізді кеңейткенде, ремонт жасағанда, тағы да басқа бір өмірлік мақсаттарымыз орындалғанда біз сондай бақытты күй кешетін сияқты, сондай бір эйфорияда ұзақ жүретін сияқты ойлаймыз, бірақ та бұл мүмкін емес жағдай. Жаңа айтқанымда, егер біздің ішіміз қуыс болса, ішіміз бос болса, онда ол бостықты біз материалдық дүниемен толтыра алмаймыз. Дәулетті ғұмырда жалпы бай болу принциптері де айтылады. Бай адамның ойлау жүйесі туралы сіздер білесіздер, және соған сәйкес өздеріңіздің ойлау жүйелеріңізді өзгертіп дамытасыздар деп ойлаймын. Сабаққа қатысыңыздар. 2000 теңге деген ол енді 20 000 теңге емес, 5 000 теңге емес. Бұрын білесіздер ғой, сабақтар 5 000 теңгеден болған. Қазір мына карантинге байланысты 2000 теңгеден осылай жариялады Айнұр. Сондықтан осы сабаққа қатысуға шақырамын бәріңізді. Менің соңғы посттарыма пікір қалдырып, лайк басып жатқандарыңызға өте ризашылығымды білдіремін. Мен 2 аптаға жуық, 2 аптадан асама, 2 аптаға жуық қой деймін, иә, Инстаграмда мүлдем болмадым. Сол себептен менің парақшамды көбісі жоғалтып алдық деп жазып жатыр екен. Егер сіздер лайкты басып, комментарий жазып, белсенділік танытсаңыздар, онда менің де парақшам қайтадан сол белсенділік приоритетіне көтеріледі. Сондықтан сіздердің көмектеріңізге мұқтажбын, осыны айта кетейін дегенмін. Енді сторис кішкене қызықсыздау болып жатқан шығар, өйткені мен үйден ешқайда шығып жатқан жоқпын. Әзірге карантинді бұзбаған адамның бірімін, әлі ешқайда шыққан жоқпын. Сондықтан да бір қызықты керемет стористер сіздерге ұсына алмай жатырмын. Алдағы уақытта енді шығамын. Құдай қаласа, шашты бояту керек. Шаштың бәрі ағарып кетті. Томас бьютиға жетіп, міне ораза айт басталды, айттап баратын шығармын. Әзірге менің ақпараттарым бұл пост және телеграм каналымда ақпараттар салынған. Сондай ютубтегі бұрынғы эфирлерімді көрсеңіздер болады. Кешегі Асанбердімен болған эфирім өзімнің парақшамда сақталып тұр. Пост сияқты IGTV-ға сақталған, дұрыстап көріп алсаңыз болады. Енді жаңа баланы жылаған кезде қалай жұбатуға байланысты сол информациямен бөлісейін, иә. Мен оны қазір мына телефонымнан қарап айтамын, сіздерге нақтырақ түсінікті болу үшін. Егер бала қатты жыласа не істеу керек? Әдетте ата-аналар бала жылайтын болса бірден қандай сөз айтасыздар? Жылама, жылауға болмайды, сен үлкенсің, не болмаса жаңағыдай ұл бала болса, ұл балаға жылауға болмайды. Ұл бала деген мықты болу керек. Қыз бала болса да, анан қараш, басқа біреумен салыстырады, ана бала мүлдем жыламайды, сен болсаң жылайсың, бұл дұрыс емес деген сияқты, не болмаса жекіп ұрсып тастайды, жылама деймін, жап аузыңды, жаңағыдай. Сондай бір балада бір боль тұрған кезде анасы, ата-анасы оны одан сайын, сол больді одан сайын үңірейтіп қасып тастайды да, сондай сөздермен. Енді бұл бәріміздің балалық шағымызда болды ғой, енді біздің о кезде сондай бір информация көп болған жоқ, интернет болған жоқ. Біз ол үшін ата-аналарымызға ешқандай да
ренжімейміз, бірақ та біздің заманымызда осындай информация ағыны көп, сол себептен біз енді қателеспеуіміз керек. Аналар, жас аналар болсын, бала жылаған кезде барлық мамалар тез жылағанын қойсы екен деп тұрады. Қолына бір компьютер ұсына салады, не болмаса тағы бірдеңе бере салады, телефонды бере салады. Қазір көп жағдайда телефон жақсы болды, телефонды ұстата салады, сосын бала қоя салады. Бұл баланың психикалық жүйесіне, психикалық саулығына өте зиян екен. Өйткені бала өзінің ішіндегі эмоционалдық болын, былайша айтқанда переживаниясын шығара алмайды, сол бойы анасы не болмаса әкесі оны жауып тастайды. Сол эмоционалдық боль балада есейген кезде де білінуі мүмкін. Өйткені ол көп жағдайда өзінің бір эмоционалдық күйлерін білдірейін десе, оның түпкі санасында жаңағындай ата-анасының айтқан сөздері тұрады. Тура сол мағынада ол есінде сақтамаса да әйтеуір жылауға болмайтынын, елдің көзінше жылауға болмайтынын, әлсіздігін көрсетуге болмайтынын, жақсы адамдар, жақсы балалар, мықты ұлдар, мықты қыздар жыламайды деген ұғым қалыптасады. Осы арқылы біз өзіміздің психикамызға орасан зор залал келтіреді екенбіз. Қазір егер бала қатты жыласа, бірінші кезекте ештеңе айтпау керек екен. Жылама, жылауға болмайды, не болмаса қатты ұрсып, зекіп, қолына телефон бере салып деген сияқты бұндай нәрсенің ешқайсысын істеуге болмайды, тек қана сөйлемеу керек, ештеңе айтпау керек. Ой, жаным ау, мына жерің бүйтіп қапты ғой, сөйтіп қапты ғой, ой бу, енді қайтеміз, қатты ұрып алдың ба, не болмаса құлап қалса, қатты ауырып жатыр ма деген сияқты аяушылық реакциясында анасы көрсетпеу керек екен. Жаңа аяушылық, ой бу деген сияқты. Ол сол арқылы анасы баланың бойында өзін жертва рөлінде, құрбандық рөлінде ұстауына солайша жаңағыдай дәне кетті. Бізде көп жағдайда сол құрбандық рөлі қайда? Біз негізі өмірімізде бір қиындықтар болып қалса, көп жағдайда біреулердің бізді аяғанын қалаймыз. Ой бу, байғұса қиын болыпты ғой, анау бүйтіп қапты, сөйтіп қапты, енді не істейсің, саған қиын болды деген сөздерді естісек, бір содан энергия алатын сияқтымыз. Бұл шынымен ақ біз содан энергия аламыз, біз сондай құрбандық рөлінде болғымыз келеді. Бұны біз бейсаналы түрде істейміз. Мен сіздерге осы бала жылаған кезде оған қалай уатуға байланысты айта отырып, өзіміздің де дәл қазіргі жағдайда қалай өзіміздің реакциямызды да айта отырамын. Сіздер соны тек қана баланы ғана образды түрде елестетпей, өздеріңіздің де өмірлеріңіздегі ситуацияларды ойлап отырыңыздар. Сонымен баланы ешқандайда аямаймыз. Аяу деген, осы жерде айта кетейін, сөзіме тамыздық болсын. Аяу басқа, сострадание, ол басқа дүние. Аяу бұл, мен бұрын бір ұстазым айтқан, аяуға болмайды деп. Өйткені бұл аяуға болмайды деген бұл эгоистік тұрғыда, не болмаса бір сондай қатыгездік жағынан емес. Адамды аяған сайын ол адам аяушылық халге түсе береді екен. Мысалы, сіз өзіңізді аяған сайын өзіңізде аяушылық халге түсе бересіз. Вадим Зеландтың кітабында бар ғой, слайд. Біз әрқашанда мына жерімізде слайд ұстап тұрамыз. Слайд, видео слайд деп айтайықшы. Сол видео слайдта мен сондай мүсәпірмін, мен сондай бейшарамын, мен бақытсызбын, менің жолым болмайды, мен осындаймын деген слайдтар тұрады. Соған сәйкес сіздің өміріңізде сізді аяйтын адамдар көбейеді, және сіздің өміріңізде сіз сондай аяушылық ситуацияларына тез түсе бересіз. Сондай бір мүсәпір халге өте бересіз. Түсінікті ғой, өйткені сіз үнемі мүсәпірлік вибрацияны бөлесіз, соған сәйкес, тартылыс заңына сәйкес сондай мүсәпірлік жағдайды өзіңіздің өміріңізге тарта бересіз. Сондай ақ біздің өзіміздің туған туыстарымыз, бауырларымыз, ата-анамыз, тағы да басқа жақын адамдарымызға байланысты да осы аяушылық сезімін тудыруға болмайды. Өйткені біз оларды ой бу, енді қайттың, бүйттің, сөйттің, ой бу, анау бүйтіп қалыпты деген сайын ол адам сондай аяушылық кейпіне түсе береді. Аяушылық кейпіне түсе береді, оның жағдайы түзелмейді. Яғни біз біреуді аяу арқылы
Бұл аяуды сострадание дегенмен ұқпаңыздар, иә, онымен байланыстырмаңыздар. Сострадание ол біреудің сондай қиын жағдайға түскен кезде өзіңнің де соған соны жаңағыдай түсінетініңді, соған бір қолдау білдіру, иә. Аяу ол ойбу байқұсай деген нәрсе, иә. Сол себептен өздеріңіздің туысқандарыңыздың өмірінде де, жақындарыңыздың өмірінде де бір қиын жағдайлар болса, осындай аяушылық сезімін орнатпаңыздар. Ол арқылы біз оларға ешқандай да көмек бере алмаймыз. Дұрысы, біз сондай жақындарымызда бір қандай да қиын жағдайлар болып қалса, олар үшін дұға тілеу, олар үшін молиться, иә, олар үшін помолиться. Ары қарай кеттік. Екіншіден, мынаны қараңыздаршы, егер біз жаңағыдай балаға ойбу байғұсай, қатты ауыртып алдың ба, қиын болды ау, бла 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 деген сияқты сондай сөздерді айта беретін болсақ, сол біздің сөздеріміз баланың миын жаңағыдай одан сайын қоздырады екен. Баланың миын нагружает, былайша айтқанда, баланың миын одан сайын бір қиын жағдайға келеді екен. Ол сол ситуацияда бала одан сайын ішінде бір қатты жаман дүниені сезініп тұр, иә, мысалы бір жерін ауыртып алды, не болмаса бір денесі дұрыс болмай қалды, ол соған қатты қайғырып тұр, иә. Сондықтан сіз сондай бір не болып қалды, не болды, ой бұл жаным ау, андай мұндай деген сөз арқылы оның переживаниясын, яғни оның қайғысын одан сайын ұлғайта түседі екенсіз. Екінші, сондықтан тишина, тыныштық болу керек екен, иә, сөйлемеу керек екен. Бірақ сөйлемеу кет қалу емес, қазір тыңдаңыздар. Екінші, бұл баланы басқа нәрсеге алаңдатпау керек екен. Мысалы, бала жылап жатыр, иә, қолына телефон бере салған кезде, сіз оны сол эмоционалдық өзінің қайғыру процесінен басқа нәрсеге тез алаңдатып, басқа нәрсеге миын бұрып жібересіз, бұл дұрыс емес екен. Сондықтан не торопитесь отвлекать ребенка дейді. Жаңағы баланың миы өзімен болған қайғымен, не болмаса қиын жағдаймен жұмыс істей білу керек. Баланың миы соған қарсы күресе білу керек. Тура сол кездегі кешіп тұрған баланың состояниясын бала толық өзінің денесінен, өзінің эмоционалдық жаңағындай иммунитеті арқылы соның барлығын өткізу керек екен. Бұл өте маңызды, қазір мен ол туралы айтамын. Үшінші, ақырындап, қатты емес, сондай бір күшпен емес, бірақ та сондай бір қысып, сөйтіп баланы құшақтау керек екен. Яғни, бұдан жаңағындай сөйлемеу керек, баланы басқа нәрсеге алаңдатпау керек, оны тек қана жанына келіп, ақырын ғана сондай бір махаббатпен, қатты емес, тартып емес, ақырындап қысып, құшақтау керек екен. Сосын құшақтап тұрған кезде үндемеу керек екен, және осы сәтте бала осы сәтте тыныштықта болу керек, құшақтау керек және тыныштықта болу керек, замрите деп жазылған. Содан кейін барып осы құшақтау арқылы анасы не болмаса әкесі балаға сен қауіпсіз жердесің, сенде барлығы жақсы, мен сенің жаныңдамын деген дүниені, жаңағыдай телесный терапевттер өте көп қолданады, осы телесный терапияны білесіздер ғой, осы денесі арқылы балаға білдіреді. Яғни бізде мысалы жылап тұрсақ, күйеуіміз келіп бір құшақтаса, басымыздан сипаса, сондай бір барлығы жақсы болып кететін сияқты сезінеміз ғой, байқайсыздар ма? Не болмаса біреу келіп бізді құшақтаса, просто сол кезде біз бәрін ұмытып кетеміз. Міне балада да сондай. Бала сол кезде өзін қауіпсіз аймақта екенін сезінеді. Осылайша анасы баласына онда барлығы жақсы екенін және қауіпсіз екенін білдіреді. Сосын өзіңіздің демалысыңызды реттеу керек. Баланы құшақтап тұрсыз, демалысыңызды реттеу керек. Қатты демалмау емес, бала деп жылап тұрады ғой, сол кезде сіз өзіңіздің демалысыңызды реттеу керек, тыныс алуыңызды реттеу керек. Ақырын, сондай жұмсақ, терең, тыныш демалу керек. Сосын жаңағы сіздің демалуыңызға, тыныс алған процесіңізге бала да қосылады. Мысалы, құшақтап тұрсыз, деп ақырын, сондай плавно, солай демалып тұрасыз, бала да соған қосылады екен. Сосын бала біраз тыныштала бастайды. Ол сізбен бірге синхронно дейді, синхронно бұл сізбен бірге тыныс ала бастайды. Осы жағдайда
осы жағдайда ақырында баланы бүйтіп тербетуге болады. Мысалы, құшақтап тұрсыз, ақырындап былай тербетуге болады, және оның арқасынан ақырын сипауға болады. Демалып тұрсыз, ешқандай сөз жоқ, ақырын тербетесіз, не болмаса, жаңағыдай арқасынан ақырын сонда сипайсыз. Сипап жатқанда да ода барлығы жақсы болатынын, сіз оны қорғайтыныңызды, оның қауіпсіз аймақта екеніңізді барлығын сол денеңіз арқылы, тынысыңыз арқылы, сезіміңіз арқылы бересіз. Одан кейін не болмаса, балаға ақырында бір әнді айтуға болады екен. Әнді айтқан кезде сөзі бар ән емес, просто деген сияқты, сондай фондық музыка арқылы, ешқандай сөзсіз әнді ақырын баланы жаңағыдай арқасынан сипап тұрып, на деспай или деспай, сондай бір сөзі жоқ әнді айту керек. Сөзі жоқ, бұл өте маңызды. Сосын сол кезде баланың тыныс алуы да реттеле бастайды, сізбен теңесе бастайды. Сосын ақырында бала өз-өзіне келген кезде, жылауын тоқтатқан кезде, кемсеңдеуін тоқтатқан кезде барып, баламен ақырындап жағдай не болды, қалай құладың, маған айтшы, не болып қалды деп, содан кейін барып әңгімені бастау керек екен. Қараңыздаршы, бұның осы баланы жылаған кезде жұбатудың өзі бір тұтас бір философия, тұтас бір процесс, Қараңыздар, осы арқылы сіздер балаларыңыздың психикасына жарақат салмайсыздар. Тақырып не жайлы? Бала қатты жылаған кезде қалай жұбату жайлы. Бұл тек қана бұны, мынау не айтып отыр, бла деп ойламаңыздар. Бұл біздің өміріміз үшін, ересектер үшін де өте маңызды. Өйткені әрбір ересек адам баяғының байбасында кішкентай бала болған, Сол кезде көптеген психологиялық жарақаттар болған, көптеген ауырсынулар болған, больдер болған, Соны біз өзімізден өткізе алмадық, әке-шешемізге айта алмадық, Қазір де көп жағдайда біз ішімізден тынып жүретініміз кей жағдайда осыдан екен. Сол себептен бұл өте маңызды. Балаға сосын барып, сөйлесеміз, не болып қалды деп сұраймыз, Мысалы, сен жаңағыдай жүгіріп бара жаттың да, содан кейін барып тасқа сүрініп қап құладың ба деген сияқты сұрай бастаймыз да. Жаңағыдай кәдімгі соның ситуациясын толық біле бастаймыз, соған назар аудара бастаймыз. Ол қалай жүгірді, ол қалай құлады, не болмаса неліктен жылады, қолын қысып алды, қолын күйдіріп алды, тағы да басқа, соның барлығын жаңағыдай мелочь, ұсақ түйегіне дейін барлығын сұраймыз. Соны өзіміз айтамыз. Сонда қалай болды? Сен былай болғанда осылай болды ма деп баламен кәдімгідей балаша сөйлесеміз. Егер бала қайтадан жылауы мүмкін, оның демалысы, тыныс алуы қайтадан кемсеңдеуі мүмкін, ол кезде де оны жылама деп айтпау керек. Ол осылайша өзінің басынан өткен жаңағы жағдайды өзінің денесінен, өзінің эмоционалдық жағдайынан өткізіп жатыр. Сондықтан балаға сол эмоцияны проживать ету үшін, яғни сол эмоцияны сүру үшін мүмкіндік беру керек анасы. Сол историяны, баланың не үшін жылағандығын бала бірнеше рет айтуы мүмкін. Жылауы мүмкін, сонда да соның барлығын тыңдау керек екен. Сосын айтып, бала оған эмоционалды түрде, ода ішінде барлығы босайды, ішінде барлығы босайды, бәрін айтып тастады анасына. Сол кезде барып балада жаңағыдай психикасында ешқандай да травма қалмайды екен. Ол келесі жолда өзі өскенде де бала өзінің эмоциясын сыртқа шығара алатынын біледі. Эмоциясын сыртқа шығарса ештеңе болмайтынын біледі. Солай өзін қауіпсіз сезінеді. Әрбір бала бұл үлкен ересек адам, әрбір ересек адам бұл кішкентай бала. Сол себептен бұл өте маңызды. Сөйтіп ол жаңағы өзінің басындағы болған ситуацияны толық өзінен өткізеді. Содан кейін барып ақылыңызды айтсаңыз болады. Неге бұлай болып қалды? Не істеу керек еді? Сен енді бұлай жүгірме, не болмаса бұлай бүйтпе деген сияқты кеңесіңізді айтсаңыз болады. Бала толық тынышталғаннан кейін. Қараңыздаршы, орысша айта кетейін осы жерде. Таким способом ребенок учится самостоятельно вырабатывать методы анализа. Яғни осындай жағдай арқылы, осы процесс арқылы бала кішкентай кезінен бастап, өзінің жаңағыдай құлап қалса да, бірдеңе ұнамай қалса да, сондай қатты жүрегі ауырған кезде, соны анализдеу арқылы, соны анализдеуге үйренеді. Көрдіңіздер ме? Және бұндай бала өскен кезде оған ешқандай да психолог, тренинг керек емес болады. Міне көрдіңіздер ме? Бала өзі-ақ
соған анализ жасап үйренеді екен. Ребенок в это время самостоятельно справляется с негативным чувством, с болью. Яғни бала осындай жағдайда ғана өздігінен сол негативті ситуациямен, сол жаңағы өзінің қайғысымен, мұңымен қалай жұмыс істеуге болатынын бала білетін болады. Көрдіңіздер ма? Қандай өте, менің ойымша бұл өте аналар үшін өте қажет информация деп ойлаймын. Міне осыны айтайын дегенмін. Түсінікті айттым ба? Түсінікті сіздерге бере алдым ба информацияны? Енді қараңыздар, мысалы, кішкентай кезде бәрімізге де сол айтқан ғой, жылама, жылама, жылама. Содан кейін барып бұл жылама дегеннің артында не тұр? Бұл жерде тек қана көз жасын көлдету емес, бізде ішімізде қандай да бір эмоциялар болса, қандай да бір мұң, қандай да бір қиындық болған кезде біз ешқандай эмоциямызды шығара алмаймыз. Мысалы, содан кейін барып ер балаларға әсіресе мамалар айтуы мүмкін, ер бала деген жыламайды, ұл бала деген жыламайды. Ананы қараш, ана біреуді қараш, солай салыстыруды үйретеді, сосын адам өмір бойы өзін біреулермен салыстырып өмір сүреді. Бұл деген өте жаман нәрсе, білесіздер, Сондай-ақ жаңағыдай ер бала жылауға болмайды, ер бала деген мықты деп айту арқылы ер адамның, ер баланың бойындағы эмоционалдық құрылымды, эмоционалдық жүйені бұзады екен. Өйткені онда ер бала сол анасынан сондайды естіген, не болмаса айғайлап ұрысқан, жылама дедім мен саған, жап аузыңды деген сияқты, мысалы өткенде бір көршіміздің сондай баласына, кішкентай бала жылап жатыр, мамасы айғайлап жатыр да, закрой рот, я сказала деп, енді жаман естіледі. Енді аналарды түсінемін, әр кезде аналарға да қиын, бірақ дегенмен де балаңыз болашақта үлкен есейген кезде психологиялық травма алмайтын, өзінің эмоциясын өзі анализдеп шығара алатын, сондай бір психикалық тұрғыдан сау адам болып өссін десеңіздер, онда осы тәсілдерді қолданған жөн. Ер балаға жылама деу арқылы қалай болады? Ер адам сосын кейін үйленген кезде де әйеліне деген өзінің сезімдерін де білдіре алмайды, мысалы, не болмаса бар ғой, біреудің әкелері сондай қыздарын маңдайынан сүйіп, иіскеп, құшақтап сөйтіп жатады да, бір әкелер жақсы көреді, бірақ жақсы көретін білдіре алмайды да. Жақсы көрем деп айта алмайды, әсіресе бұл баяғы біздің әке-шешелеріміздің заманында, мүмкін еді әр отбасында әр түрлі ғой, бірақ дегенмен сол баяғыдағы кезден сондай қалыптасқан нәрседі. Қазір енді ата-аналар білімді, өз-өздерін дамытуда, сондықтан бұндай жағдайлар қайталанбайды деп ойлаймын. Әкелер мысалы өздерінің осындай кішкентай кезінен балаларға ұл бала жылауға болмайды, не болмаса ұл баланың эмоциясын переживать етіп, эмоциясын өзінен шығаруға үйретпесе, ол адам кейін өзінің қызына да сондай эмоционалдық өзінің бір тебіреністерін, сезімдерін білдіре алмайды. Жылай бер деп айтпаймыз, мен жылай бер деп айттыңыздар деп айттым ба, қыздар? Қайтадан дұрыстап тыңдаңыздар. Мен жылай бер деп айтқан жоқпын. Дұрыстап тыңдаңыздар, Сондай ер адамдар мысалы қызын құшақтап, ұлын құшақтап, бетінен сүйіп, маңдайынан сипап, мен сені жақсы көрем, жақсы сөздерді көп айту деген нәрсе осы кезде болмайды екен. Көрдіңіздер ма, қандай зиян? Сондықтан ата-аналар, жалпы аналар өз-өздерін дамытуда осындай дүниелерге де өте қатты мән беру керек. Мысалы, сол әкесі қызын сондай еркелетіп, жақсы көретін айтып, қамқорлық танытып, солай өсірмегеннен кейін қыздың жүрегінде де эмоция сол бой қалып қалады да. Содан кейін барып ол қыз әкенің махаббатын сезінбей өскен, әкесі оны жақсы көреді әрине, бірақ ол махаббатын білдірмеді да. Өйткені ода эмоцияны шығару деген, ұят деген нәрсе да. Ер балаға, ер адамға өзінің кішкентай кезінде мамасы жылама деп айтты, яғни эмоциясын шығаруға болмайды. Жылау деген бұл да эмоция ғой. Сондықтан эмоция бұл жақсы көру, аймалау, құшақтау, осындай нәрсенде болмайды деп ұғынады да баланың психикасы. Сондықтан қызына ондай бір махаббатын білдіре алмайды. Сосын ол қыз өскенде не істейді? Ол қызға махаббат керек. Ол қыз әкесінен, әсіресе әкеден сондай махаббатты сезінбеген қыз бала өскеннен кейін сол махаббатты, сол эмоционалдық сезімді, сол әкелік қамқорлықты басқа ер адамдардан іздейді. Соны тапқанша ол бірнеше партнер ауыстыруы мүмкін. Ол өзін тұрмысқа шығам деп ойлауы мүмкін, бірақ та ол сол әкелік қамқорлықты, сол махаббатты іздеп жүрген қызды, сөйтіп оның жүрегі
көп жаралануы мүмкін. Егер сол өзінің өмірінде кездестірген ер адам оған сол махаббатты бере алмаса, тастап кетсе, жаңағыдай қандай да бір себептермен басқа қыздармен жүріп кетсе деген сияқты, онда ол қыз қайтадан басқа ер адамнан іздейді. Өстіп бұл бесконечный поиск болып кетеді. Сөйтіп жаңағы қыз бала өзінің өмірінде өте көп қателіктер жасауы мүмкін, көптеген қателіктерге ұрынуы мүмкін. Сөйтіп өзінің психологиялық иммунитетінде, рухани иммунитетінде, физикалық иммунитетінде барлығын ластап, сондай бір төмен деңгейге түсіріп алуы мүмкін. Сол себептен ер балаларға әсіресе жылама деп айтпаңыздар, жылай ғой деп айт деп жатқан жоқпын. Жаңағы мен айтқан методты қолданып көріңіздерші. Мен осыны өзім білгеннен кейін мен өзімнің балалары бар сіңілдеріме жібердім. Олар айтып жатыр, шынымен ақ біз деген ұрсамыз ғой, кейде айғайлаймыз, жылама деп айтамыз деп, бұлай болмайды екен деп. Сондықтан осы информацияны көбірек адам білу үшін өздеріңіздің де парақшаларыңызда бөлісіп, сторисқа салып, сөйтіп көбірек жаңағыдай таратуларыңызды сұраймын. Өйткені барлық жаңағыдай бүкіл біздің көп ауырсынуларымыз, депрессияға түсіп кетуіміз, өмірге көңіл толмаушылық, тағы да басқа өте көп ситуациялар, қиындықтардың барлығы сол сонау бір балалық шақтан басталады да. Мұқағали айтқан ғой, ең бақытсыз адам ол бақытты адам балалық шағы бақытты болып өткен адам бақытты, балалық шағы бақытсыздыққа толған бала ол бақытсыз деген. Енді мен кішкене шатастырып алдым, осындай мағынада айтады. Сол себептен қыздарыңыз жылағанда да, әсіресе қыздар жылағанда жылама деп айтпау керек екен. Өйткені қыздарға бұл жылау өте керек. Негізгі суть, негізгі айтайын деген месседж, соны түсіндіңіздер ме? Қыз бала, әсіресе әйел адам көз жасын шығару арқылы және хайыз уақытында тазаланады, және біз ер адаммен салыстырғанда біз 9 есе эмоционалдымыз. Бізде барлығы сондай жаңағыдай атойлап тұрады, біз бір сәтте ашулануымыз мүмкін, бір сәтте жылауымыз мүмкін, бір сәтте күлуіміз мүмкін, ер адамдарда кішкене басқаша. Сондықтан кішкентай кезде қыздарға да сондай жылауына ерік беру керек. Егер бір нәрсеге жылады ма, бір жерін ауыртып алды ма, құлап қалды ма, ой бұл жаным ау не болды, немесе жылама деп айтпай, жаңағы мен айтқан тәсілді жасап көріңіздер. Сол арқылы сіздер өз балаларыңызды сол кішкентай кезінен бастап, 3 жаста болсын, 5 жаста болсын, сол кезден бастап өзінің миында, өзінің психикасында сол переживание, сол қайғы, мұңға байланысты анализ жасауды үйретесіздер, және сол балада қалады информация. Қыз бала мысалы жаңағыдай қыз баланы да шектеп тастаса жылама деп, ол кейін өзінің де эмоцияларын білдіре алмайды, сезімдерін білдіре алмайды. Не болмаса мысалы бір нәрсеге қатты бір уайымдадық, не болмаса қатты жаман бір жағдай болып қалды, біз айтамыз, жоқ, барлығы жақсы менде, барлығы керемет. Бірақ та керемет емес, ішіміздің барлығы жаңағыдай ұлыған қасқырдың дауысы шығып жатыр, ішімізден, бірақ та біз бәрі керемет дейміз де ішімізге тыға береміз. Оны ешқандай экологиялық тұрғыда шығара алмаймыз. Ішімізге тыға береміз. Сосын не болады? Бір күні бомба болып жарыламыз, Бір күні сосын жаңағыдай отбасылар қирайды, ойрандалады. Не болмаса бір күні сондай бір аурулар шығады. Себепсіз. Бұл ауру қайдан шықты деп содан кейін барып таң қаламыз, Не болмаса өмірімде неге мынандай сәтсіздіктер болып кетті, неге жолым болмай кетті, тағы да басқа түрлі қиындықтар болған кезде біз оның қайдан келгенін білмей тағы да ақырамыз. Бұның барлығы сол біздің өзіміздің эмоционалдық күйімізді дұрыс сүре алмағандығымыздан, дұрыс бойымыздан өткізе алмағандығымыздан. Сол себептен тыйып тастау бұл дұрыс емес екен. Тыйып тастаған кезде сен ол балаға болмайды дегенді білдіресің да, сосын ол бала өскен кезде өзінің қандай да бір әлсіздігін, өзінің бір жақсы көру эмоцияларын, не болмаса тағы да басқа эмоцияларын шығаруға болмайды деген ода бір сондай қасаң пікір қалыптасады, установка қалыптасады. Сосын ол барлығын ішіне тыға береді. Сосын ол мүмкін мен рухани практика байлықтың бастауы деген сабағым болды өткенде, білесіздер. Сол сабағымда мен рухани иммунитет, физикалық иммунитет, эмоционалдық иммунитет туралы айттым да. Және жаңағыдай көптеген тақырыптарды қозғадым. Не айтайын дедім, ұмытып қалдым. Сол кезде қандай дүние айтып едім? Ұмытып қалдым, қазір есіме түскен кезде айтамын. Сол біз эмоционалдық күйімізді толық өткеруіміз керек, ұзын сөздің қысқасы, қандай жағдай болды, толық өткеруіміз керек. Дәл қазір жүрегіміз бір нәрсеге ауырып тұр ма,
онда соны шығаруымыз керек. Бірақ бұны экологиялық тұрғыда шығару керек. Біреуге барып айту емес, өзіңді аяушылық рөліне кіргізу емес, құрбандық рөліне кіргізу емес, не болмаса басқа біреулердің саған деген аяушылық сезімін тудыру емес, сені аясы екен, ой бубай ұқсай деп айтса екен деген емес. Экологиялық тұрғыдан шығару, яғни толық өзімізден шығарамыз. Кәдімгідей мысалы бір қатты қиын жағдай ма, соны жоқ бәрі жақсы болады, менде барлығы керемет деп емес. Есіме түсті, мынандай адамдар болады екен, жаңа гордыняға байланысты ол тақырып, мен соның қысқа ғана түрін айтайын. Гордыняның өзі осыған келеді. Осы мен айтқан сезімдердің бәрі гордыняға кіреді. Агрессивті гордыня деген болады, ол не ұнамаса да бәрін айтып тастайтын. Ұнамайды маған, мынау дұрыс емес, мынау мынандай, андай деп айтып тастайды. Ал мынандай гордыняның түрі болады, пассивный, ол әлсіз, ол барлығын ішіне жинай береді, сосын сыртынан айтады, менде бәрі жақсы, бәрі күшті, ой барлығы жақсы, барлық, сосын барлық жақсы ретінде көрсеткісі келеді айналасына. Енді қазір әлеуметтік желіде бәріңіз көріп жатсыздар ғой, инстаграмда да әлеуметтік желіде де өзінде барлығы сонда безупречный екенін көрсеткісі келеді, безупречный көрсеткісі келеді, бірақ ішінің барлығы жаңағыдай толып қалған, не болмаса қуыс, ол бір күні болмаса бір күні шығады. Сол себептен біз өзіміздің эмоционалдық күйлерімізді толық өткеруіміз керек. Оның көп тәсілдері бар, енді кішкентай кезде жаңағы анасының көмегі өз алдына, ал өскен кезде біз ол эмоцияны қалай шығарамыз? Егер біз кішкентай кезімізде бізге анамыз жаңағындай тәсілдерді қолданса, сондай анализ жасауға үйретсе, онда біз өскенде оның барлығын өзіміз-ақ бейсаналы түрде жасай береміз, сөйтіп жаңағындай түрлі дерттерге ұрынбаймыз. Не болмаса түрлі бір депрессивтік күйлерге түспейміз. Гордыняның қазақшасы бұл өзімшілдік, тәкаппарлық, менмендік дегенге саяды емес, сондай. Сол себептен кішкентай кезімізде ондай дүние болмады ма, онда қазір біз соны үйренуіміз керек. Тәсілдері көп енді, қағазға жазып тастау, барлығын ішінде қандай не бұлқынып жатыр, не толқып жатыр, барлық ішінен сондай өз-өзіңді жеп бара жатсың ба, жынданып тұрсың ба, бәрін қағазға жазу, бұны білесіздер. Не болмаса табиғатқа шығып айғайлау, айғайлау, біреуге ашуланып жатсыз ба, біреу сіздің жүрегіңізді ауыртты ма, айғайлау, шығарып тастау, біреу сізді тастап кетті ма, шығарып тастау. Мен осыны өзімнің практикамда өте көп қолданған, әсіресе табиғатқа шығып, ағып жатқан өзен, мұхит, көл, сондай су болсын, сол жерге барып, сарқырап жатқан өзен болсын, айғайлап айту. Мысалы, біреу сізді қатты көңіліңізді қалдырды, айтасыз. Бірінші атын айтасыз, ренжігеніңізді, жынданғаныңызды, жек көргеніңізді барып қылқындырып, тұншықтырып, өлтіріп тастағыңыз келген. Бәрі сол бүкіл эмоцияңыздың бәрін айтасыз, айтасыз, ең соңында ішіңіздің бәрі тазаланған сияқты шашайсыз, дейсіз, сол кезде барып жаңағы адамға рахмет дейсіз, түсінесіз, өзіңіз сол кезде түсінесіз, рахметіңізді айтасыз, және сол сәтіңізді, сол күйіңізді қабылдауға тырысасыз, мен қабылдаймын осыны. Бұл демек бекерден бекер болған жоқ. Оған сенбей тұрсаңыз да әйтеуір миыңызды соған сендіруге тырысу керек. Сөйтіп ол адамға рахмет айтасыз. Бәленбай, мен сені кешіруге ниет еттім. Алла, мен осындай маған жүрегіме күш бере көрші, сол адамды кешіреді. Не болмаса өзіңізде өміріңізге көңіліңіз толмайтын болса, соның барлығын айтасыз дауыстап. Менде мынандай болды, қарызым басымнан асып кетті, менен не істеймін, осы кредит маған бәле болды, менің үйім жоқ, андай-мындай, менің күйеуім жоқ, балам жоқ, анау бүйтеді, күйеуім ішеді, білмеймін, ішіңізде не запыраныңыз бар, барлығын сол суға барып төгіп тастайсыз. Су болмаса мейлі андай жол болсын. Өткенде бір фильм көрдім, сол фильмде жапондықтар енді өте сондай бір не адамдар ғой, басқа планеталық адамдар ғой, жаңағыдай адам өзіндік ішіндегі күйін не болмаса ән айтқысы келсе, не болмаса айғайлағысы келсе, жаңағыдай поездар қатты жүріп жатады, сол жаққа барып ән айтады, айғайлайды. Мысалы, сондай қатты машина жүріп жатқан жаққа барып айғайласаңыз болады. Сізді ешкім естімейді ғой. Паркте жүрсіз, мысалы бір көпір бар, машина ары-бері золдап өтіп жатыр, сіз айғайлап жатсыз, сізді ешкім естімейді. Осылай айғайлау арқылы барлығын шығарып тастаймыз. Не болмаса тауға барып айғайлау. Астанада тұрып жатқан кезде, осы былтыр осындай уақытта біз Астанада тұрып жатқанбыз, сол жағалауда президенттің бағы бар, президенттің паркі бар. Сол паркте жүре берсең, арғы шетінде көпір бар, астаналықтар біледі, сол көпірден машина деген тоқтамайды, зуылдап өтіп жатады. Мен сол паркке шығып, тура көпірдің астына келіп айғайлайтынмын.
о сондай бір өзімнің ішімдегі бір толып қалған запыраным болсын. Сол Астанада мен жарты жыл ешқайда шықпай жаттым үйден. Қыс кезі болды, суық. Сондай бір менде меланхолия қатты болды. Сон ешқайда шықпай, ешкіммен араласпай, ешкіммен сөйлеспей, сол жарты жыл үйден шықпай жаттым. Арасында паркке шығып, сол кезде барып сондай айғайладым да, өзім ішімде сондай түсініксіз жағдайлар болды да. Енді құндылықтар өзгерісі болады, не болмаса сен қайтадан босайсың, қайтадан толасың. Әрбір сәт әр кезде болады ғой. Мысалы, мен қазір өзімше осылай сапылдап сіздерге мынандай деп айтып отырғаным, бұл менің өмірімде қиын кризистер болмайды. Мен соның барлығымен легко справляюсь. Мен қай кезде қандай сөзді айтуды білемін. Өзімнің эмоционалдық жағдайымды қалай бақылауды білемін. Ойларымды қалай бақылауды білемін. Солай істеймін. Күйеуіме қалай сөйлесуді білемін. Жақсы әйел болуды білемін. Тағы да басқа. Сондай деген сөз емес, иә. Біз бәріміз адам болғаннан кейін біздің әр күніміз әр түрлі болады. Барлығы жақсы, барлығы керемет, бірақ өзіңнен өзің жер бетіне сыймай сондай бір қатты қиын нәрсеге түсіп кетесің. Жаның ауырады, рухың бір нәрсені қалайды, сен оған сол подпитканы бермей жатсың да, сол кезде сондай жағдайлар болады. Сол себептен мен сіздерге айту арқылы, өзімде осы информацияны бірнеше рет қайталау арқылы өзімнің де сол түйсігіме соны сіңіріп жатырмын, иә. Сіздермен бірге мен де өсіп жатырмын, біліп жатырмын. Сол себептен жалпы мен болсын, басқа біреу болсын, Инстаграмда, әлеуметтік желіде сондай бір керемет сөздер айтып жатса, ойламаңыздар, мына адам қалай осы күшті бәрін істей ма деген сияқты. Олар да оның барлығын істемеуі мүмкін. Бүгін мен Жатардағы сүннет деген пост шығардым ғой, жазбаны бөлістім ғой. Сол бір оқырманым жазып, сіз осының барлығын істейсіз ба деп. Мен айтамын, жоқ, тырысамын. Я, мен де оны істемейтін кездерім болады. Мен де бір қойшы осының барлығын дейтін кездерім болады. Осының барлығы шынымен менің айтып жүргенім дұрыс па, дұрыс емес, менің айтып жүргенімде бір мән бар ма, жоқ па? Жалпы осы неге керек? Анандай адамдар да бақытты болып жатыр ғой деген сияқты кездер болады. Не болмаса ерінетін кездер болады, жалқауланатын кездер болады, ештеңе істегің келмейтін кездер болады. Бірақ бұл соны жалғастыра беру емес, қайтадан тұрып, қайтадан істеу, қайтадан тұрып, қайтадан жүрегіңді тазалау. Сол себептен мен де көп нәрселерді дұрыс істемеймін, мен көп қателесемін, мен де кейде тас түйін болып жабылып қаламын, не болмаса жаңағыдай депрессияға түсіп кетемін, қиын бір өзімді өзім алып шыға алмай қалам, барлығына есікті бірақ жауып, сондай үйден шықпай, не болмаса бір төсектен тұрмай жатып алғым келеді, бірақ та біз ақырындап өзімізді кішкентай қадаммен, кішкентай әрекеттермен соның барлығын қайтадан бастауға біздің ресурсымыз бар да ішімізде. Сол эмоционалдық күйіміздің барлығын шығарып тастауға мүмкіндігіміз бар. Біз көп нәрсені білеміз, бәрі айтады, ой, мен бәрін білем, бірақ та біз оны көп жағдайда істемейміз. Сол себептен эмоциялық жағдайларыңызды өздеріңізден өткізіңіздер, жауып тастамаңыздар, бітеп тастамаңыздар. Айғайлау, жазу, бір тағы да басқа, енді қазір көп қой психологиялық тәсілдер, не болмаса рухани практикамен айналысу, бір жаңағыдай зікір айту, бір сөзді қайталай беру, мен есімде Атырауда тұрып жатқан кезде, жалпы енді рухани практика жолында да әр адам әртүрлі жолмен келеді ғой, әртүрлі тәсілдерді істейді, барлығын істейді. Адамның жаны қиналған кезде ол барлығын істейді. Сол кезде мысалы мен бір мантра деп айтайыншы, қазір көбісі мен осыған байланысты айыптайды. Мен білемін, мен естіп жүрмін, оны көріп жатырмын көптеген парақшалардан, ол информация маған жетеді міндетті түрде, бірақ мен оны жоқ, ол былай деп ақталмаймын да, өйткені ол болды мен өмірімде. Мен оны соншалықты жаман дүние деп айтпаймын, өйткені менің осы даму жолымда ол да бір кездері маған көмектесті. Сол кезде қойып қоямын да тыңдай берем. Сосын жолдасым айтады, сен неге бір нәрсені қайталап тыңдай бересің, мынауың менің ашуымды келтіріп жатыр, жаңа қойма деп. Мен жолдасым жұмыстан келе жатқан кезде баса қоям, күні бойы тыңдап жүрем, өйткені ойды тоқтату, беймаза ойды тоқтату, ойыңды тазалау деген дүниелер сол арқылы да мүмкін болды да, өйткені ол кезде басқа ілім ашылмады, мысалы басқа ілімге дайын болған жоқпын деген сияқты. Сондай көп қой тәсілдері, соның барлығын істей беріңіздер. Жүрегіңіз неге жатады, жүрегіңіз не нәрсе сізге жақын келеді, соның барлығын істей беру керек та. Әйтеуір бір күн істемедіңіз ба, болды. Енді дүйсенбіден бастап емес, ертесі күні қайтадан тұрып істеңіз.
міне осы эмоционалдық күйлерімізді толық өткеруге шақырамын түрлі амалдармен, бірақ біреумен ұрсу емес, біреуге барып шағым айтумен емес, өздігімізден анализ жасау. Ал балаларға бәріңіз осы жерде аналар өте көп, менің оқырмандарым басым бөлігі, иә, сол себептен кішкентай балаларыңызға осы эмоционалдық күйді анализ жасауды үйретіңіздер. Осындай құшақтау арқылы, жаңағындай тыныс алу арқылы, иә, мен жаңа айтқан дүниемді жақсылап жазып алыңыздар. Мүмкін болса осы орыс тіліндегі информацияны мүмкіндігім болса аударып қазақша шығарып қоямын. Міне айтайын дегенім осы, негізгі айтайын дегенім осы, өткеннен бері сіздерге бөлісейін деп жүрген дүниелерімнің бірі осы. Енді сіздерге жаңағындай маңызды болды ма болмады ма білмеймін, қаншалықты қажет болды ма болмады ма білмеймін, бірақ әйтеуір осыны айтуым керек болды. Көп рахмет назар қойып тыңдағандарыңызға. Енді сауалдарыңыз болса жауап берейін, иә. Тағы да қайталап айтам, дәулетті ғұмыр сабағынан кешігіп қалмаңыздар, өткізіп алмаңыздар, өйткені бұдан кейін ол сабақ тура сол күйінде қайталанбауы мүмкін, және ол бағада болмауы мүмкін. Ол жерде өте көп информация аласыздар. Сондықтан дәулетті ғұмыр, міне төменде нөмір жазылған 8705-673-4573. Жаңағы менің айтқан ойларымның толық варианты осы дәулетті ғұмырда да болады. Жаңа установкалар бала кезімізден, әке-шешемізден естіген, сіңген, солармен қалай жұмыс істейміз, қалай экологиялық тұрғыда шығарамыз, бос кеңістікті қалай толтырамыз, осының барлығы айтылады. Және өте маңызды материалды құндылықтар да сөз болады. Бүгінгі тақырыпқа байланысты түсінбей қалған сәттеріңіз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Жалпы маған деген сауалдарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Сіз Веки қайда істедіңіз? Мен Веки блефаропластиканы Алматыда істедім. Осыдан 10 жылдан асып кетті. Ең алғаш Қазақстанға енді келіп, Қазақстанда енді біліп жатқан кезде, ол кезде әлі ұят болатын ондайды айту, не болмаса бөлісу. Мен өзімнің телевидениеда жұмыс істеген құрбыларым маған айтып, сол Алматыда істедім. Тиффани Плаза деген орталық бар, Фурманов газ Назарбаев па, сол Назарбаевтың бойында әлі де бар шығар, жұмыс істеп жатқан шығар, өте мықты нейрохирург, сол кісі істеді маған. Мен ол кезде ол туралы көп нәрсе білмедім, сондықтан егер қазір білетін болсам, басқаша істейтін едім деп ойлаймын. Бірақ қазір қорқамын уже ондай істеуге. Білмей барып істеген жақсы да. Өзін қалай кешіруге болады? Өте жақсы сұрақ, мен үшін де өте маңызды. Адам, біз бәрі айтады ғой, ананы кешіру керек, мынаны кешіру керек. Ешкімді кешірмей тұрып, дұрыс айтасың, Madi.nuka, бірінші кезекте адам өзін кешіріп үйрену керек та. Өйткені адам баласы өзін кешірмей тұрып, басқаларды кешіре алмайды. Сол себептен өзіңізді кешіре алмай жатсаңыз, өткен өміріңіздегі бір сондай сүреңсіз дүниелер, қателіктер, сізге ұнамайтын, сізді ластайтын оқиғалар көп болса, онда шамаңыз келмей жатса, жаңағыдай өзіңіздің рухани практикаңыз кезінде, таңертең жатқанда, тұрғанда, кез келген сәтте, круглосуточно, үздіксіз Алладан сұраңыз: я Аллам, мен өзімді кешіре алмай жатырмын. Осылай сөйлесіңіз кәдімгідей. Мен өзімді осы жасаған дүниелерім үшін, осы өмірімде болған мынандай нәрселер үшін кешіре алмай жатырмын. Сен ғана білесің, басқа ешкім білмейді. Мен өзімше барлығын жасырып, сен адамдардың алдында бір керемет адам болып көрінгім келеді, бірақ та мен керемет емеспін. Іштей мен өзімді өте лас сезінем, не болмаса жаман сезінем, жек көрем, иә? Қандай ойыңыз бар өзіңізге деген, соны айтыңыз ашық. Өйткені Алла адамнан жасырғанды Алладан жасырмайсың дейді, жасыра алмайсың дейді ғой, иә? Ол барлығын көруші, ол барлық нәрсеңізді біледі, да? Бүкіл әрбір қадамыңызды, сөзіңізді. Сол себептен ішіңіздің бәріндегі дүниені айтыңыз: я, мен осындай істедім, мынаны бұлай болды, мынау бүйтті, мен мынаны сөйттім, мен сол үшін өзімше кешірдім деп ойлаймын, бірақ мен кешіре алмаппын өзімді. Мен өзімді әлі күнге дейін есіме түсіп кетсе, сол үшін өзімді жек көрем. Я сама не справляюсь деп айтыңыздар. Я Алла, мен саған мұқтажбын, мен сенің көмегіңе мұқтажбын, мен өзімнің шамам келмейді осыған, келмей жатыр өзіме. Сондықтан сен маған көмектесші, мен сенің көмегіңе мұқтажбын, менің жүрегіме өзімді кешіретін күш берші маған, менің жүрегімді махаббатқа толтыршы өзіме деген, менің жүрегімді мейірімділікке, түсіністікке, қабылдауға толтыршы, маған қабылдауды үйретші өзімді, менің жүрегімді сол қабылдауға, мойынсынуға толтыршы жүрегімді, және өзің
осыған көмектесші, өйткені мен өзімді шын айтам, мен кешіре алмаймын, кешіре алмай жатырмын, мен бұны қалай істеу керектігін де білмеймін, бірақ факт, ол мен өзімді кейде жек көріп кетем, есіме түсіп кетеді. Осы бүкіл осы ойларымның барлығын өшіруге көмектесші, сол ойларымның орнына жақсы ойлар маған сала көрші, себе көрші, жүрегімді нұрландыра көрші, өзімді кешіретін күш берші деп осылай жаратқанға ғибадат етіңіз. Бұл мен өзімнің практикамнан. Мен осылай бір қатты қиналған кезде осылай істеймін кәдімгідей. Шынымен ешқандай, біреулер айтады қандай дұға оқу керек, анау өзіңіздің дұғаңыз. Дұға деген ол тілек, ол сіздің жүрегіңізден шыққан болса жақсы да. Өзіңіз соның бәрін айтыңыз, өзіңізді не үшін кешіре алмайсыз, соның барлығын озвучкалап, дыбыстап, дауыстап айтыңыз. Соны сыртқа шығарыңыз және соны кешіретін күшті Алладан сұраңыз. Тың дүние рахмет. Бала неше жасқа дейін жылап эмоция шығару керек? Бекежанова Салтанат ханым, біз үлкен болсақ та, 40-тан ассақ та, 50-ден асса да адамдар жылайды ғой. Біздің өміріміздің соңына дейін эмоционалдық жағдайлар өте көп болады ғой. Сол себептен ол баланы жылатып қою емес, бұл да дұрыстап түсініңіздерші, бірақ дегенмен бала жылаған кезде сіз қандай әрекет ете аласыз, соны айттым, Сіз осылай үйретсеңіз, бала осыған шынығады, осыған дағдыланады. Ол жаңағындай мүмкін баланың бейсанасында, түпкі санасында солай қалыптасады, демалу керектігі жайлы. Не болмаса, балаға айтсаңыз болады, демалшы, Енді ақырындап демалшы, жарайды. Осылай болды, жақсы сөйлескен. Енді демалшы осылай. Және соны айтыңыз, сен қатты бір жүрегің ауырғанда, немесе құлақ қалғанда, жылағанда, балам, осылай бүйтіп деп осылай істеші, давай қазір екеуміз бірге осыны істейік, демалайықшы. Осылай үйретсеңіз балаға кішкентай кезінен, бала соны жаттап алады. Балалар барлығын тез қабылдайды ғой. Мысалы, 3 жастағы бала, тілі шыққан бала қазақша сөйлеп жүр ма, оны қазір шетелге апарып таста, қазақша ешкім сөйлемейтін болса, ол бірден сол шетелдің тілінде сөйлеп кетеді. Бұл мен өзімнің журналистік практикамда көрген дүниелерімді. Сондықтан бала бәрін қабылдайды. Ата-анасы қалай істейді, қалай жүреді, бәрін қабылдайды. Егер сіз өзіңіз соны істемей, балаға істе десеңіз, ол оны істемейді, оған сіңбейді, өйткені сіз оны өзіңіз бірінші істеу керексіз. Мысалы, бала кітапты көп оқу үшін үйдің барлық жерлеріне кітаптарды қойып қойыңыз, және үнемі балаға шандай кітап оқып отырғаныңызды көрсетіңіз өзіңіз. Сол өзі солай көріп істейді деген сияқты, Сол себептен балаға бірінші демалуды үйретіңіздер. Біздің мына шетелдің, американдық, батыстық кинолардың көбісінде адам бір эмоционалдық күйге түсіп кеткен кезде, деп бір нәрсе болған кезде, қатты кризис, тағы да басқа сондай бір больдар болған кезде, бірінші кезекте жаңа кейіпкерлер бір-біріне айтады, так, тише, дыши, демал, терең демал, дыши глубоко деп айтады. Сон кино көргенде де біз киноны бір мақсатсыз көре бермеуіміз керек. Сол кейіпкерлердің сөзіне үңілуіміз керек. Не айтып жатыр, осыдан маңызды не алам? Осыдан мен өзіме ғибрат болатын не алам деген сондай бір ниетпен көруіміз керек та. Солда мысалы үйренсек болады. Демалу керекті. Мысалы бізге ешкім үйреткен жоқ осыны. Кішкентай кезімізден өскенде де ешкім айтқан жоқ. Өйткені ешкім ештеңені білген жоқ. Біздің заманымызда. Қазір енді барлығын біледі. Сол себептен демалу. Терең демалшы балам, терең демал. Кәне екеуміз бірге демалайық. Және саған бір қатты қиналған кезде осыны істеші, уәде бересің ба деген сияқты баланы алдап сулап, міне осы демалуға үйрету керек. Сол кезде бала тіпті мектепте жүргенде де балалармен төбелесіп қалса да, мысалы қыздармен қырылысып қалса да, жыласа да, бірдеңе болса да, ол уже біледі да. Мен мамам осылай айтып еді. Терең демалайын, демалу керек. Міне осыны үйретсеңіздер болады. Сені қалай блокқа қойсам болады, соны да айтсаңыз дейді. Мені блокқа қоюды сұрап жатсыз ба, Айнұр? Ол ешқандай да қиын емес, мен қиналмай қойыңыз, мен өзім-ақ сізді блокқа қоя саламын. Мені блокқа қойғыңыз келсе, менің парақшама кіріңіз, өзіңіздің парақшаңызға кіріңіз де, менен отпишитесь просто и заблокируйте, это не проблема. Балам 4-те сөйлемейді, не айтасыз? Енді бұған байланысты мен ештеңе айта алмаймын, мен балалар психологы емеспін. Мен өзімнің өмірімде, балалық шағымда, дәл қазіргі бір ситуацияларда мен неден қалыптасты екен деп анализ жасау арқылы көп дүниелерді солай шығарып аламда. 4-те сөйлемейді, енді әркім әр кезде сөйлейді. Логопедке апарыңыз, мамандарға апарыңыз. Мен бұл саланың маманы емеспін, сондықтан айта алмаймын.
менің үйім сатылмай тұр, оған қандай мотивация керек? Сіз өзіңіздің сол үйім сатылмай тұр деген зацепкадан айырылған кезде, соны босатқан кезде үйіңіз өзінен өзі сатылып кетеді. Көңіліңізді басқа нәрсеге аударыңыз. Сіз оған, адамдар кейде біз сондай ақмақпыз да, бәріміз сондаймыз. Бір нәрсе болмай жатса, біз соны ойлай береміз. Ойбай, болмай жатыр, өстіп жатыр, не істеймін, деп, иә. Біз сол арқылы сол нәрсе тез болуға әрекет жасайтын сияқты ойлаймыз да, соны ойлай беретін болсақ, сол нәрсе болып кететін сияқты ойлаймыз да. Мысалы, қайғыра беретін болсақ, балаларымыздың өмірінде барлығы жақсы болады, не болмаса туған туыстарымызда барлығы жақсы болады, иә. Уайымдай берсек, сол уайымымыздың түбі жақсылыққа келеді деген сияқты. Сондай бізде бір қасаң пікір қалыптасқанда, біз оны уайымдай берген сайын, ол одан сайын уайым үдей береді. Сол себептен көңілімізді басқа нәрсеге алаңдату керек. Өміріңізде бір нәрселер сәтті болмай жатса, демек сізге бір нәрсені түсіну керек. Демек, бұрын жасамаған дүниеңізді жасау керек, рухани практикамен айналысу керек. Енді бұны мен 126 миллион миллиард айтып жатырмын, сол себептен ойланыңыз. Жоқшылықты қалай жеңемін? Ғайни, жоқшылық ол сіздің басыңызда. Дәл қазір ғайни, айналаңызға қараңызшы. Айналаңызда не бар? Үйіңізде бүгін тамақ бар ма? Киіміңіз бар ма? Киетін. Көшеге шыққанда киіп шығатын аяқ киіміңіз бар ма? Тәпішкеңіз, не болмаса аяқ киіміңіз тесік емес па? Нәскиіңіз жамау емес па? Холодильникті ашыңыз, тамақ бар ма? Ет бар ма? Нан бар ма? Үйіңізде телевизор бар ма? Wi-Fi бар екен, міне, интернетке қосылып отырсыз. Онда сіз жоқшылықта өмір сүріп жатқан жоқсыз. Сіз тоқшылықта, баршылықта өмір сүріп жатсыз, а жоқшылық сіздің санаңызда, жоқшылық сіздің жүрегіңізде, ішіңізде. Сол ішіңіздегі жоқшылықтан сіз қатты қайғы кешіп жатсыз, қатты азапталып жатсыз. Сол себептен бірінші сол іштегі жоқшылықты өшіру керек, иә. Іштегі жоқшылықты молшылыққа айналдыру керек. Сол кезде барлығы дұрыс болады. Сондықтан осы жоқшылық мышлениясы, ойлау жүйесі, қалай оны тоқшылыққа, қалай оны молшылыққа айналдыруға болады? Дәулетті ғұмыр сабағына қатыссаңыз, соған байланысты өте көп информациялар аласыз. Логотерапия деген не? Мен логотерапевт емеспін, сондықтан логотерапия туралы толық айта алмаймын. Логотерапияны зерттеп, оқып жатқан Санжар Керімбайдың парақшасына өтіп, сол кісіден жаңағыдай білсеңіздер болады. Логотерапия мүмкін енді өзім бұл саланың маманы болмасам да, осы сала маған өте жақын, сондықтан алдағы уақытта мүмкін басқаша бір сабақ өткізейін, иә, мүмкіндік болса, уәде бермеймін. Логотерапия деген кітап бар. Кітап отбасы парақшасына кірсеңіз, сол кітапты алып өзіңіз біле аласыз. Күнделікті жазу қаншалықты дұрыс? Өте жақсы. Мен өзім бұл практиканы жасағанмын. Күнделікті жазатынмын. 2 дәптерім болды. Атырауда тұрып жатқан кезде 2 дәптерім болды. Біреуі негатив жазатын дәптер, иә. Біреуі алғыс жазатын дәптер. Сол бүкіл ішімде не бар, жұмыста кімге көңілім толмайды, кім менің ашуыма тиді, жыныма тиді деген сияқты дүниелер, не болмаса өзімнің өмірімде неге көңілім толмайды, барлығын жаза беру керек күнде. Жазған сайын сіз барлығын шығарасыз. Жазған сайын сіз сол эмоцияларды проживаете, яғни сол эмоциялармен өмір сүру арқылы шығарып тастайсыз, иә? Сонымен қатар алғысты да жазу керек. Күйеуім ашуланшақ, не істесем болады? Күйеуіңіз ашуланшақ болса, демек оның бір нәрсеге көңілі толмай жүр, иә? Не болмаса махаббат жетіспей жүр. Не істей аламыз? Әйел адам не істей алады? Әйел адам күйеуіне көп былай да көмектесе алады. Бірақ оған сен неге ашулана бересің деу арқылы біз оған көмектесе алмаймыз. Помолитесь за мужа деп айтқым келеді. Молитесь за мужа. Бұл туралы менің сабақ лекцияларым өте көп, тікелей эфир YouTube каналымда сақталған, соны бір қарап шығыңыз, иә. Сосын Комната войны деген киноны көріңіз. Сол жерден сіз күйеуіңізге қалай дұға етуді үйренесіз. Эфир сақталмайды қазіргі Инстаграмның принциптері бойынша, механизмдері бойынша, ол парақшада сақталады, IGTV-да сақталады. Кәдімгі пост жазылатын парақшада IGTV-да сақталып тұр барлығы. Етеккір кезінде зікір етуге болады ма? Етеккір кезінде Құранды ұстауға болмайды, Құранды оқуға болмайды, мешітке баруға болмайды, я бұны білесіздер, ал салауат айтуға, зікір айтуға болады.
мен қателесуім мүмкін, имамдардан толық сұрап алыңыздар. Ораза қабыл болсын, как можно донести до человека, что нельзя говорить плохое, делать нехорошее. Я сказать не могу, жасы үлкен, я уважаю его седину. Рахмет, Гуля Нурсултан. Спасибо за вопрос. И не нужно говорить, и не нужно донести. Помолитесь за него, и все. Помолитесь, если хотите помочь кому-либо, родственнику, не родственнику, да, если вы видите это, видите, что это неправильно, что это неблагостно, тогда только молитва. Помолитесь за него. Алладан сұраңыз сол адам үшін. Сол адамның жүрегіне сондай түсінік бере көрші. Бұл нәрсе внуши ему деп, о Всевышний, всевидящий, всезнающий Аллах, Всевышний, Господи, внуши сердцу этому человеку, что это, я өзіңіздің жаңағыдай ваши, то, что вы хотите донести, но не можете, вот это скажите Богу, отдайте Богу. Қыздар, бұдан басқа тәсіл жоқ. Адамға барып, бұлай болмайды, сен неге бұлай ойлайсың, мынандай. Ол адам сені түсінбейді, өйткені оның санасы басқа деңгейде, ол басқа измерениеде өмір сүреді. Басқа өлшем бірлікте, сіз басқа өлшем бірліктесіз. Сондықтан біреуге барып бүйтіп айтқан мүлдем дұрыс емес. Мысалы, әсіресе күйеуге. Менде де болады, мысалы, кейде күйеуімнің бір айтқандар маған ұнамайды. Мысалы, бір саясат туралы айтқандар, иә. Мен енді бұрын журналистикада жүргенде ол тақырыптың бәрін жеп айтып ол нәрсеге жолағым келмейді да, бірақ саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады дейді ғой, енді білуіміз керек, бірақ сондай нәрселерді ондай информацияларды мен жаңағыдай өміріме кіргізгім келмейді да. Қазір мен ешқандай газет оқымаймын, жаңағыдай теледидар көрмеймін, жаңалықтар тыңдамаймын, көп информациядан жаңағыдай білмей қалам да. Өзімнің достарымнан сұрап жатам, не болып жатыр бұл жақта деп. Не болмаса бұрын, мысалы, телевидениеде жүргенде қандай депутаттар бар, қандай министр не істеп жатыр, қандай саяси дүние болып жатыр, қандай заң жобасы, бәрін білетінмін. Қазір ештеңе білмеймін. Өйткені мен осы арқылы көп жыл осымен айналыстым, қазір маған бұл аса қажет емес. Мүмкін өмірімнің бір кезеңінде қайтадан қажет болатын шығар. Сонда мысалы мен бас кезінде енді білмей, күйеуіме айтатым, неге бұлай айтасың? Бұл айтуға болмайды, не болмаса онымен жаңағыдай сөз таластыратым. Жоқ, сенікі дұрыс емес, негізінде ол былай, өйткені мен журналистпін ғой. Өйткені ана басшылық қызметте отырып менің айтқан сөзіме елдердің иланатынына үйреніп қалғам, не болмаса көп білем деген бір гордыня болады, иә. Жоқ, бұл дұрыс емес. Не болмаса сен мынаны білмейсің, мынау дұрыс емес деп сөз таластыратын. Содан ұққаным, еркектерге ол ұнамайды. Ол егер сен еркектің алдында сен жоқ деп бүйтіп шықсаң, бұл дұрыс емес. Сен бүйтіп жатқан жоқсың, бұндайды айтпа, бүйтпе деп шықсаң, автоматты түрде сен дұшпанға айналасың. Не істейді? Дұшпанды еркектер алады да бытшытын шығарады, иә, жайпап өтеді. Ол кезде сен, сосын барып әйелдер, сосын барып жылап отырады. Ол менің нәзік жанымды түсінбеді, иә, ол менің әйел екеніме мән бермеді. Мысалы, қол жүгірту, жаңағыдай ұру, иә, жаңағыдай шапалақпен тарту дегенде қайдан шығады, иә? Сол кезде әйел адам көп жағдайда өзінің, енді әртүрлі жағдай болады, бір жақты түсінбеңіздер, әртүрлі жағдай болады, бірақ көп жағдайда біз тілімізден тауып аламыз, иә. Тілімізден тауып аламыз да, айтпаған нәрсені айтып тастаймыз да, біздің тіліміз өте ашты ғой негізі. Әйел адамның тілі улы да. Сосын барып жаңағыдай таяқ жеген кезде, не болмаса жаман сөз естіген кезде, сол кезде барып жылап отырамыз да, ол мені түсінбеді, мен негізі әйелмін ғой, мен бұндаймын ғой, сондаймын. Бірақ сен күйеуіңмен салғыласқан кезде, күйеуіңе өзіңдікі дұрыс екендігін дәлелдеген кезде, сен өзіңнің әйел екеніңді ұмытып кеттің ғой. Сен өзіңнің нәзік екеніңді, сен өзіңнің еркектен төмен екеніңді ұмытып кеттің да. Сен берекенің қай жақ, берекенің барлығын басып тастадың да үйдегі, иә. Благостьтен айырылдың да, сосын барып артынан кейін барып, ол мені түсінбейді, бүйтпейді, сөйтпейді дегеннің ешқандай маңызы жоқ та. Крокодиловые слезы дейді ғой. Сол себептен ешкімге, күйеуге де дұрыс емес, бұлай дұрыс емес деп айтпауымыз керек. Ең керемет тәсіл дұға ету. Ең керемет тәсіл Алладан сұрау. Я Алла тағалам, менің күйеуімді кешіре көрші, иә.
жатқан кезде де тұрған кезде де кешіре көрші оны, жаңа өзіңізді ренжіткен кезде де кешіре көрші оны жазалай көрмеші, оның жүрегіне мына ойды сала көрші, оның жүрегін махаббатқа толтыра көрші, оның жанын нұрландыра көрші, оның иманын күшейте көрші, оны бақытты қыла көрші. Міне осылай тілей береміз. Әрине бұл сіз бір күн тілейсіз, ертесі күні күйеуіңіз о деп күйеуіңіз сіз тура сіз ойлағандай болып шыға келмейді. Бұған өте көп уақыт керек, жылдар керек бәлкім, иә. Бірақ әйтеуір түптің түбінде сондай болады. Не болмаса сізде күйеуіңіз қандай, солай қабылдау жаңағыдай позициясы оянады. Оянады. Сосын күйеуіңіз бірдеңені айтып жатқан кезде, бұрын мысалы фу десеңіз, одан кейін сіз өзіңізді дамытқан кезде оған бір басқаша қарайсыз. Я, ол адам, ол бөлек тұлға, оның өзінің пікірі болуға, оның хақысы бар. Ол басқаша ойлауға хақысы бар. Бұл горделивый әйел, горделивый человектің деп ғой, адамның, тәкаппар адамның болмысы да басқалар менің ойыма сәйкес келмейді. Мысалы күйеуіңіз не болмаса басқа біреу жаман ойлайды, жаман сөз айтады, сіз айтқан сияқты сіздің ойыңызға сәйкес келмейді, сіз оны қабылдамайсыз ба, демек сізде тәкаппарлық көп деген сөз. Онда өзіңіздің сол тәкаппарлығыңызбен жұмыс істеу керек, өйткені олар бекерден бекер біздің айналамыздағы жақын адамдарымыз өзінен өзі біздің жынымызға тимейді. Сол тәкаппарлықты сындыру керек та. Сондықтан рухани практика байлықтың бастауы деген сабақта мен осыны өте жақсы айтып түсіндіргем. Оқырмандарым, қатысқандар болса біледі. Жалпы ешқандай адам, күйеуіңіз болсын, балаңыз болсын, анаңыз болсын, әкеңіз болсын, бауырыңыз болсын, досыңыз болсын, оның ойы, сөзі, әрекеті сіз ойлағандай болуға міндетті емес. Ол тура сіз ойлағандай ойлануға міндетті емес. Ол тура сіз қалаған сөзді айтуға міндетті емес. Ол тура сіз қалағандай сізге қамқорлық танытуға міндетті емес. Ол тура сіз қалағандай сізге сыйлық жасауға міндетті емес. Әркімнің өзі жеке тұлға, әркімнің өзінің пікірі болады, әркімнің өзінің жеке установкалары болады, программалары болады. Сондықтан бақытты адам қандай адам? Бұл барлық адамды тура сол қалпында қабылдай білген адам. Бақытты адам бұл тәкаппар адам емес. Тәкаппар адам бұл бақытсыз адам. Өйткені ол ештеңені қабылдай алмайды. Өйткені оған барлық қоғам, мемлекет, барлығы өз ойлағандай болу керек. Жаңағындай ақша да ол өз ойлағандай болу керек. Өз ойлағандай келу керек. Әдетте бұлай емес қой, демек бұл тәкаппарлық деген сөз. Сондықтан бақытты болғыңыз келсе, онда тәкаппарлықпен жұмыс істеңіз. Күйеумен сөзге көп кеп қала берем, жаңа тілі жаман, не істесем болады. Жаңағы айтқан сөзіммен осыған жауап бердім деп ойлаймын, иә? Сандырағыңа Құдай береке берсін дейді. Айнура, көп рахмет сізге осылай жазып жатқаныңызға. Ибо вы меня чистите, менің тәкаппарлығымды сындырып жатсыз да қазір. Көп рахмет. Бақытты болыңыз. Айнала 8-2 демалса кешкі ас ішсе дейді. Қазір демалам. Эфир неге сақталмай жүр? Жаңа айттым, IGTV-да барлығы сақталып тұр. Кішкене Инстаграмды шұқып тауып алыңыздар, иә? Постта барлығы жазылған. Алла разы болсын сізге, білімге бәріне шүкір, рахмет. Көп рахмет ниетіңізге. Қазіргі вирус туралы айтыңызшы, жұқтырмау, аурудан қорқу туралы. Енді бұл туралы миллион адам айтып тастады ғой. Бұл туралы не айтамыз? Қорқыныштың барлығы сіздің миыңызда. Осы жақында ғана өлім белгісіздік, сондықтан қорқамыз деген менің постым бар, соны оқыңыз. Ол пост негізі бұрын жазылған, сол вирусқа байланысты, соңы былай аяқталған. Вирус ол тоже белгісіздік. Біз одан қорқамыз, және сізді вирус емес, қорқыныш өлтіреді деген сондай ұғыммен аяқталады. Сондықтан қорқыныш бізді өлтіреді, қорқыныш бізді жеп тастайды, қорқыныш бізді алдыға қарай жүргізбейді. Вирус болып жатыр, біз қабылдауымыз керек, не істейміз, не өзгерте аламыз, айтыңызшы. Бәріміз тұрып вирусты итере алмаймыз, жоя алмаймыз, түк істей алмаймыз. Бір нәрсе бізге ұнамаса, бір нәрседен біз қорқатын болсақ, онда өзімізге сұрақ қоямыз. Мен нені өзгерте аламын? Мен осы жағдайда не істей аламын? Егер өзгерте алсам, онда мен сол әрекетті істеймін. Ал өзгерте алмасам, ол менің ықпалымда, менің жандай құзырымда болмаса, онда мен не істеймін? Қабылдаймын. Міне ең үлкен ілім осы, қабылдау, мойынсыну.
Балам өте күйгелек, ашуланшақ, не істеу керек? Махаббат. Молодец, осылай көпшіл бол, жаным, айтып отырғаның бәрі дұрыс. Рахмет. Аллахтың сынағынан қорқуды қалай жойса болады? Жаман нәрсе істемеңіз. Алланың сынағынан қорқсаңыз, онда Алланың заңдылығына сәйкес өмір сүріңіз. Күйеуім айтты, досымның әйелі тамақты дәмді жасайды дейді, ал сен дәмді пісірмейсің дейді. Жарайды, Ғайни, айтыңыз, ой, қандай молодец, мен де сондай болсам ғой, шіркін деп айтыңыз. Қабылдаңыз соны. Айтыңыз, я мен тамақты дұрыс пісірмеймін, я күйеуіңіздің досының әйелінің аты кім, я ол шынымен ақ дәмді істейді, мен солай істей алмаймын, не істесем болады енді? Мен осы үйренем, мен саған уәде берем, мен сондай саған дәмді қылып жасауға мен тырысамын, олсын неге айтасың маған оны, мен саған мындай деп кетсеңіз, үйдегі барлық берекенің барлығын жойып быт-шытын шығарасыз, беріле салыңыз, жеңіле салыңыз. Бұл сіздің тәкаппарлығыңыз. Күйеуіңіз сіздің тәкаппарлығыңызды жояйын деп сізді жақсы көргендіктен осылай айтып жатыр. Біздің тәкаппарлығымызды сындыратын негізі жақын адамдарымыз көп жағдайда. Олай болса өте жақсы да. Танымайтын адамнан сондай жаман сөз естіп, танымайтын адамның бір жаңағындай менсінбеуіне, сондайына қалғаннан гөрі өзіңнің жақындарыңнан сондай сенің ойыңа сәйкес келмейтін сөздерді естіген жақсы да. Әсіресе күйеу бізді тәрбиелейді. Әйел күйеу арқылы өседі. Сондықтан беріле салыңыз, мен дәмді пісіре алмай жатырмын. Осы қанша тырыссам да солай болмай жатыр. Кешірші мені. Ендігі жолмен дәмді істеуге тырысам. Не істесем екен? Өзіңізді кінәлі сезініңіз. Күйеуіңіздің алдында сондай дәмді тамақ жасай алмайтыныңызға. Бірақ сіз ойлайсыз ғой, дәмді тамақ жасаймын деп, Күйеуіңіз ойлайды, дәмді тамақ жасай алмайды деп. Сондықтан беріле салыңыз. Келесі жолы күйеуіңіз өзі айтады, Неге барлық семинарлар айдың аяғына қойылған? Енді ол жағын білмедім, басқалар үшін жауап бере алмаймын. Чакра туралы кітаптарыңызды сатпайсыз ба, или қайдан алуға болады? Чакра туралы кітаптарым жоқ. YouTube каналымда өткенде 5 күн өткізген сабақ сақталған. Ауыз ашамыз алақай. Ниеттеріңіз қабыл болсын, жарайды, онда сағат 9-дан 5 минут кетіп қапты ғой. Бәріңіздің уақыттарыңызды алмайын. Бүгінгі тақырып бала жылаған кезде оны қалай уатамыз, қалай жұбатамыз. Экологично қалай жұбатамыз, және сол жылау деген нәрсе туралы айттым, эмоционалдық күй туралы айттым. Балаға жылауға болмайды деп айту арқылы баланың психикалық иммунитетін одан сайын күрететінімізді айттым. Басынан бастап тыңдап алыңыздар. Қандай кино деп едіңіз? Комната войны. Военная комната немесе. Менің жасым 35-те, өзіме лайықты адамды кездестіргендеймін. Бір ұлым бар, жақсы совет беріңіз. Мен сізге ешқандай кеңес бере алмаймын. Жүрегіңізді тыңдаңыз. Ол адамды әр кезде адам сондай ойлайды, ой, осы адам маған лайықты, ой, күшті адам. Күйеуге шықпай тұрып, өзіңіздің бүкіл мінезіңізді көрсетіңіз оған. Характеріңізді көрсетіңіз. Қандайсыз, барлық жаман жағыңыздың барлығын көрсетіңіз. Егер соның барлығына көнсе, онда ол сізді шын сүйеді, онда ол сізге лайықты адам деген сөз. Күйеу енді әр кезде ашуланады ғой, қыздар. 1 рет дұға еткеннен, 10 рет дұға еткеннен барлығы бола кетпейді ғой. Еңбек. Бүгінгі эфир сіздер үшін маңызды болды деп ойлаймын, пайдалы болды деп ойлаймын, соған ниеттенем. Реинкарнация туралы ойыңыз қандай? Бұрын басқаша ойлайтын, қазір басқаша ойлаймын. Исламда реинкарнация жоқ. Анығын Алла біледі. Сұрақтарыңыз өте көп болып кетті. Мен де қимай жатырмын. Бәріңізге жауап бергім кеп жатыр. Енді бірақ уақыт болып қалыпты. Сондықтан сіздердің де уақыттарыңызды алмайын. Өзіңмен қалай жұмыс істеуге болады? Осы туралы күнде айтып жатырмыз. Менің посттарымды оқыңыз, тікелей эфирлерімді көріңіз. YouTube каналымда бар, және Telegram каналымда көп информация бар. Не болмаса Жанар Байземіздің рухани практикасы 1-2 деген 2 жазба кітабым бар. Соны алыңыз. Жеке лекцияларым бар. Соны алыңыз. Барлығы өзін дамытуға, өзіңмен жұмыс істеуге арналған.
жыласа қарап отырамыз ба? Меруерт, осы лекцияда айтылған басынан бастап қалай айттым, соны тағы да ждахаттылықпен тиянақты тыңдап қараңыз, иә? Жарайды, қымбатты оқырмандарым, көп рахмет сіздерге, назар қойып тыңдағандарыңызға. Оразаларыңыз қабыл болсын, кірейін деп жатқан ораза айт мерекесі қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла тағала сіздер ойлағаннан да керемет дүниелер нәсіп етсін. Бәріңіздің жүректеріңізге махаббат толтырсын, жүректеріңізді нұрландырсын. Шешілмей жатқан істеріңіздің барлығын Алла тағала өзі шешіп берсін. Осы қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Шынымен ақ өте мықтысыздар. Нәпсіні жеңіп 30 күн ораза ұстадыңыздар. Бұл өте үлкен мықты ерлік әйел адам үшін. Өйткені әйел адам аскеза әйел адамға бір өте қиында. Сондықтан осындай керемет аскеза жасадыңыздар, сол қабыл болсын. Сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.